Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен театр өнері мен мәдениеті бөлімінде берілген Астана опера театры тақырыбын өтеміз. Сонымен қатар толымды, толымсыз сөйлемдерді де айтып өтеміз. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен Астана опера театры туралы материалдарды жинақтап, тезистік жоспар құрамыз. Сонымен қатар жай сөйлемдерді айтылу мақсатымен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданатын боламыз. Алдымен тезистік жоспардың ерекшелігін анықтайық. Тезистік жоспарға мәтін бөлімдерінің тақырыпшалары мен азат жолдардың негізгі мазмұнына қатысты атаулар қамтылады екен. Біз сіздермен тезистік жоспар құрайық. Біз Астана опера театры туралы не білеміз? Сұрақ қоя отырып, мәтіндерді жинақтаймыз. Материал жинақтаймыз. Қашан ашылды? Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2013 жылы ашылды. Астана опера орталық Азия аумағының ірі театры, әлемдік сәулет өнерінің ең үздік классикалық дәстүрлері ескеріле салынған және архитектурасында ұлттық нақыш айқын байқалады. Оның техникалық жабдықталуы әлемдік стандарттарға сай келеді. Бізге берілген мәтін бөлімі мен азат жолға байланысты мынандай тезистік жоспар жазамыз. Астана опера театрының ашылуы. Театрдың тікелей елбасының бастамасымен бой көтерген, әлемдік стандарттар ескерілген. Театр құрылысы қандай? Астана опера театрының бас сахнасының көлемі 935 метр, ал ені 21 метр болса, тереңдігі 59 метр. Жаңа театрдың қосымша 2 бүйірлік сахнасы бар. Оларды қалта деп атайды. 2 қаптал қалталары спектакльдердің тоқтаусыз жұмыс істеуіне декорацияларды бір мезгілде 3 көрініс бойынша ауыстыруға мүмкіндік береді. Автоматты басқару жүйесі де жұмысты жеңілдетеді. Ал енді жоспарымыз. Астана опера театрының сахнасы. Театр сахнасының мүмкіндіктері. Енді құрметті оқушылар, бізде тезистік жоспар бар. Ол жоспар қандай материалға байланысты негізделген? Танысайық. Көрермен залы, көрермен залының сыйымдылығы, театрдың мүмкіндіктері. 3 тұғырнамалы оркестр шұңқырына 120 музыкант емін-еркін сыяды. Көрермен залына 1250 адам сыяды. Оның портьері 450 көрерменге арналған. Мұның сыртында ғимаратта 8 қосымша зал, 11 репетициялық орынжай, 250 орындық камералық музыка залы, баспасөз залы және басқа да функционалдық бөлмелер бар. Ғимаратта ең жаңа студиялық жабдықтар қойылған. Барлық спектакльдер мен концерттерді қайда іске асыру тәртібінде жазуға қолайлы. Театр 8,51 гектар жерді алып жатыр. Ғимараттың жалпы көлемі 64.163 шаршы метрді құрайды екен. Бұл мәтін үзіндісінен мынандай тезистік жоспар жазамыз. Театр ғимаратының көлемі, ғимараттағы мүмкіндіктер. Құрметті оқушы, сіздерге берілген сілтеме арқылы виртуалды экскурсия жасайсыздар. Сол экскурсия арқылы материал жинақтайсыз. Материалға байланысты тезистік жоспар жазыңыз. Ал енді грамматикалық тақырып. Толымды, толымсыз сөйлем. Толымды сөйлем ойға қатысты сөйлем мүшелерінің барлығы қатысқан сөйлем. Мысалы, ол шиті мылтықпен кешке киік атып әкелді. Біз сөйлемде сәрекет бар, атып әкелді. Сәрекет иесі бар. Кім? Ол. Ол немен киікті атып әкелді? Мылтықпен. Қашан киікті атып әкелді? Кешке. Нені атып әкелді? Киікті. Қандай мылтықпен кешке киікті атып әкелді? Шиті мылтықпен. Біздің ойымызға қатысты барлық мүшелер қатысып отыр. Енді толымсыз сөйлемге кірейік. Толымсыз сөйлем ойға қатысты сөйлем мүшесінің біреу түсіп қалған сөйлемді айтамыз.
Бірінші, екі іргелес сөйлемді бір баяндаушыға ортақтастырып айтуға болады. Мысал, Рабиға біресе есікке қарайды, біресе маған қарайды. Осы сөйлемдегі ортақ баяндауыштар ол қарайды. Екінші, қатар айтылған сөйлемдердің алдыңғыларында аталған мүшелерді соңғы сөйлемдерге ортақ етіп толымсыз сөйлем құрауға болады. Ұзындығы көшедей 3 қабат көгілдір кеме. Жайықтық ортасын толтыра, езуін көпірде еркін есіп жайқалып келеді. Осы екі сөйлемдегі сөз ортақ сөз кеме. Орал кәдімгі үлкен қала, оның үстіне көркемде қала. Осы сөйлемдердегі ортақ сөз ол Орал. Сонымен қатар толымсыз сөйлемдер диалогтерде болады. Қол алыстың аяқ қоржын шешуге әкел. Екеуі де малдасын құрып алып, қоржындарын шешіп, қапшыққа сап аузын байлап алған қымыздарын шайқай бастады. Іш ей бауырым түрікпен, же қазақ туысқаным. Осы ақпараттардан кейін мынандай ортақ түйін түйеміз. Толымды сөйлемдер ғылыми стильде жиі қолданылады да, толымсыз сөйлемдер ауызекі сөйлеу тілінде, көркем әдебиетте жиі қолданылады. Осыны ескерулеріңізді сұраймын. Ендеше тапсырма. Қазақ тілі оқулығы 171 бетте Астана опера театрына байланысты толымсыз сөйлемдер жазыңыз. Біріншіден, оны орындау үшін Астана опера театры туралы ақпаратты жинақтайсыз. Екінші, сол ақпараттарды пайдаланып толымсыз сөйлемдер жасайсыз. 171 бетте 5-ші тапсырманы орындауларыңыз керек.